Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва айтады: "Яжиу Нухун ва умматуху". Қиямет күні Нух және оның үмбеті келеді. Нух пен қауымның арасына сот жасайды Алла Тағала. Сол кезде Алла Тағаланың әділ соты, ол біледі күллі нәрсені, бірақ сотты қараңыз қандай нәрсе. Тура биде туған жоқ дегендей, Нух қайтады екен Алла Тағала. Фаяқулу хәл баллағта, ей Нух. Адам қорқады, мысалы, Нухтың өзі ана жерде қандай нәрсе жағдайда тұрды. Ей Нух, жеткіздің бе ескертуімді? Алла Тағала бәрін біледі. Бірақ сот. Айғақ болу керек. Ей Нух, жеткіздің бе? Фаяқулу нағам, ай Раб, Раббым, иә, жеткіздім. Нух қанша жыл? 950 жыл насихат жасаған. Не үшін ол тарихтың бірінші бетінде тұру керек? 950 жыл насихат жасаған. Сондағы иман келтірген сан азғантай сан болған. Тобырлаған халықты топан суға батырған Алла Тағала. Міне. 950 жыл. Алғашқы елшіге өте көп уақыт берілген жаңа насихатқа. Неге? Өйткені бұл Нухтың қауымы жердің бетінде ескерту жасалған. Ескертуден кейін қарсы келіп азапқа ұшыраған жердің бетіндегі ең бірінші қауым. Өйткені Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: Адам алейхиссалам мен Нухтың арасында 10 буын болған дейді. 10 буынның күллісі Алла деп өмір сүрген дейді. Содан кейін шайтан жаңағыдай ақырын әлсіретіп, буыннан буынға жаңағы серік қосуды алып келіп, ең бірінші ескертуді алып келген Нух пайғамбар болып тұр. Жаңа тәртіп бұзылып бастаған кезде. Соқтан ең бірінші ескертуге сенбей, қарсы келіп, Нухты мазақтаған жердің бетінде ең бірінші құртылған қауым Нухтың қауымы. Одан кейін адамзаттың, күллі жердің бетіндегі адамзаттың бәрі сол Нухтан тараған. Алейхиссалам. Енді сол Нухты жаңағы сотқа Алла Тағала жеткіздің бе, ей Нух деген кезде? Жеткіздім, Раббым дейді. Енді мынаны қараңыз. Фаяқулу ли умматихи, Нухтың үмбетіне сөйлейді дейді. Суға батқандар қайтаран тіріліп тұр. Хақ, Алла Тағала қайтаран тірілтті. Жеткізді ме сендерге? Хәл баллағакум. Сондағы қауымның сөзін қараңыз. Ла, жеткізген жоқ. Ма жаа мин наби. Бізге ешқандай пайғамбар келмеген. Сонда Алла Тағаланың жаңағы пайғамбарлардың тізбегіне иман келтірудің пайдасын қараңыз қалай көрсетеді қазір. Мән яшхаду лака я Нух дейді екен Алла Тағала. Ей Нух, кім саған куә болады? Сонда Нух айтады екен: Мухаммадун ва умматуху деп. Мұхаммед және оның үмбеті деп. Қараңыз, бұл үмбеттің положениясын қараңыз да қияметтегі. Алла Тағала қаласа осы дүниеде де бергелі тұр ол положенияны оған. Егер де жаңа естідікте бойсындық деген характер болса, қияметтегі положенияны қарасаңыз, Мұхаммед пен үмбеті дейді. Нухты біз көрмегенбіз. Бірақ біз сендік Құраннан. Біз оның пайғамбар екендігіне сендік, өзінің қауымына жіберілген. 950 жыл насихат жасаған Алла жолында. Ойлаңыз, қандай жігер керек сонша жыл жаңа Алланың жолында халыққа насихат айтуда. Мұхаммед пен үмбеті куә береді деп айтады екен. Ва нахну нашхаду лаху яумал қияма дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва айтады: біз қиямет күні куәлік береміз дейді сол жерде. Бақара сүресіндегі мынау аят осының белгісі дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва казалика жағалнакум умматан васата. Осылайша біз сендерді, ей Мұхаммедтің үмбеті, күллісінің үстінен қарайтын жауапты үмбет қылдық дейді. Қарасаңыздар. Күллісінің үстінен қарайтын жауапты үмбет қылдық дейді. Положенияға қарайтын үмбет қылдық дейді біз сендерді. Не ол положение деген? Литакуну шухада алан нас. Адамдарға куә болу керексіңдер дейді бүйтіп. Ей, анан бүлдірме. Ұрлық жасамаңдар. Жақсылық жасап жатса, ой, альхамдулилля, Алла береке берсін. Адамдарға куә. Көрдіңіз ғой. Қиямет күні де сол жағындай қарсы келген қауымдардың бәріне куә болып сөйлейді деген пайғамбарымыздың үмбеті. Ва якунар расулу алейкум шахида. Сондай-ақ елші сендерге куә дейді. Елші соңғы қажылығында не деді? Соңғы сөзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: үмбетім, хәл баллағту. Мен толық жеткіздім бе Алланың дінін сендерге?
Сонда сахабалар сол жерде тұрып, жеткіздің, е Аллахтың елшісі. Енді пайғамбарымыз сөзін қараңыз. Аллахумма фашхад дейді. Аллах куә бол өзің дейді. Пайғамбармен байланысты көріп тұрсыз ғой, қандай серьезный екенін. Байсалды, маңызды байланыс. Жеткіздің, е Алланың елшісі деген кезде, Раббым куә болшы деді. Бізді осындай аманатпен тастап кеткен. Қиямет күні Нұхтың қауымына осындай куә болады екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті.